осындай неше жылдан бері жуылмай қатып қалған майларды 5 минуттың ішінде химикатсыз кетіретін боламыз. Сол әдістен кейін біздің ыдыстарымыз осылай жылтырап шыға келетін болады. Алдымен қайнап тұрған судың үстінен 6 ас қасық ас содасын саламыз және 6 ас қасық сұйық майдан құямыз. Сұйық май біздің ыдысымыздың сыртындағы майды одан әрі жібіту үшін қажет болады. Оның үстінен сабынды қосамыз. Мен бір бүтін сабынды осылай турап қосып жібердім, кейін еріп кететін болады. Ыдыстарымызды салып 10-15 минутқа қалдыратын болсаңыздар, осылай сыртындағы майлары өздігінен еріп кететін болады. Ешқандай қырғыштың да қажеті жоқ. Мінекей қолмен ұстасаңыздар, өздері жібіп түсіп қала береді. Осы зиянсыз әрі өте оңай әдісі сіздер де жасап көріңіздер. Асүйге қажетті барлық ыдыстарыңызды осылай ағартып беретін болады. Видео ұнаса лайк басып, парақшама тіркеліп алуды ұмытпаңыз.